министр Жұманғарин да, солай ма? Сен өзі көрініп тұр ғой байдың балапаны болғаны. Кредит алған адам ең кедей адам алады. Мысалы мен Аллаға шүкір кредитім жоқ. Қазір шүкір күнікке. Кредитті адам неге алады? Ақшасы жетпегесін. Біреу кредитті үйдің төбесін, мен мысалы баяғыда үйімнің төбесін салу үшін алып, төдей алмай, черный рацепт кәсіпкеміз. Сондықтан сіз кішкене шаршап жүрген сияқтысыз, жасыңызға жетпейді. Біздің Қазақстанның министрлерінің ой көрісі сатып алған диплом екен көрініп тұр. Өмір көрмегендеріңізді. Сен ұялмайсыздар ма? Халыққа қайта кредит алған халық өте кедей мемлекетпіз біз. Бізде 70-80-100% почти халық кредитпен отыр. Төдей алмай жатыр еще олардай. Еще барлық жағынан қысып табасыздар. Ол кредит төлеу үшін 2-3 жыл жұмыс істейтін. Қазір сіздерде ұяттан жұрдай бол. Кредиттің құлдығына түскен қара көздеріміз туралы. Енді бұның бұл материалдық жағдайдан зиянын айттық, тұтынушылық дертке шалдыққанын айттық. Бұл кредит дегеннің құлдықта екен, және оның құлдық екенін ешқандай кітапта, ешқандай хабарда, ешқандай телехабарда бізде айтылмайтыны, және ол жоспарлы саясат екенін айттық. Банктердің, алаяқтардың, ұры-қарылардың, қылмыстық топтардың, бұлардың өздерінің жеке мекемес екенін, олар ешқашан халықтың мүддесін ойламайтын, тек өздерінің халықты жеп, тонауды ойлайтын. Оған нақты мысал, нақты факті керек болса, қазіргі кезде мына онлайн кредит деп сылтауратып, кез келген адамның сыртынан әншейін деп оңайлықпен бермейтін кредитті оп-оңай жаңағы үйде алып кетеді, көлікте алып кетеді, 20 миллиондап, 30 миллиондап ақша да алып кетеді. Міне осындайды мүмкіндік беріп отқан, яғни бұл банк, сыбайлас жемқор азғын жоғарыдағы және ақпарат беруші алаяқ. Осы 4-5 топ бірігіп халықты тонап жатыр. Міне нақты мысал, оны депутаттар да айтып жатыр, оны журналистер де айтып жатыр. Бірақ ешқандай әрекет жоқ. Неге? Өздері істеп отыр ғой. Ең жоғарыда 200 сатқын қолдап отыр ғой оларды. Яғни халық кедей болу керек. Халық тәуелді болу керек. Халық сүйрегенге еретін, айдағанға көнетін болу керек. Міне саясат жоспарлы қандай. Сондықтан банктер біз бұны ашып айтатын ешқандай кітап, ешқандай білім жоқ қой. Жұрттың бәрі алып жатыр, біз де аламыз дейді. Міне бізде бірақ осындай ақталу бар. Жұрттың бәрі алып жатыр, біз де аламыз. Болды. Ол қаншалықты өзінің тағдырын, өмірін, ұрпағының бала-шағасына қаншама қасірет әкеледі. Оны ойламайды ғой. О жағын ойламайды. Жұрт алып жатыр, мен де аламын. Жұрттың бәрі, жұрт кредит алып, көлік алып жатыр, бұл да алады. Жұрт кредит алып, ипотекаға үй алып, бұл да алады. Жұрт кредитке, жаңағы шетелге қыдырып жатыр, кредитке, шетелге қыдыру үшін қатты қажет екен да, бұл мұқтаж екен оған. Шетелге анау бір лас жағалауларда жату керек екен. Антисанитария. Сол бұл мода екен да, бұл кредит кіріп, соған қыдыру керек бұл да. Міне біздің трагедиямыз. Кредитте жүрген адам моральдық, психологиялық өзі басын көтере алмай, сырқат адам сияқты болып жүреді. Неге? Өмірге деген қорқыныш пайда болады, үрей пайда болады. Жүректе тыныштық жоқ, тыныш ұйқы жоқ, денсаулығы жоқ. Одан кейін ол шығармашылық қабілеті тежеледі, ақыл-ой тежеледі. Адамның жүрек, нерв системасы сырқаттары басталады. Бұл өте адамның денсаулығына зиян нәрсе. Бұл қайғы, қасірет. Бұл трагедия нағыз. Бірақ оны жұрттың бәріне ол айтпайды ғой. Айта алмайды, себебі өзі ғой, өзі күлкі болады ғой. Жұрт күледі ғой, жұртқа қарап өмір сүреді ғой біздің қазақ. Жұрт күледі ғой, мынау мәшине алды, үй алды, той жасады, жаңағы бүкіл елді дүрліктіріп, енді масқара болып өзі трагедияда жүр екен, қайғырып ұйықтай алмай жүр екен деп жұрт күледі де айтпайды ешкімге. Өтірік күліп жүре береді. Бірақ өзі өліп жатыр, рухани. Одан кейін отбасына үлкен мәселе, отбасының трагедиясы. Балаларда, әйел бала-шағасы, өзі, немесе күйеуі, бала-шағасы, бәрі өте ауыр трагедияда жүреді. Неге?
қарыз. Оны сезеді. Отбасы сезеді оның қарыз екенін. Оңайлықпен құтыла алмайтынын. Оны балаларға дейін сезеді. Міне осының бәріне не кінәлі? Дүние қоңыздық, көз бояушылық, мақтаншақтық, жұрттан қалмау. Жұрт не дейді? Біреуді таңғалдыру. Оған көктейін керегі де жоқ бұны таңғалдырғанның. Біреуді таңғалдыру. Біреуге жаңағы көрсетіп, жаңағы әлеуметтік желіге салу. Міне мен қыдырып жатырмын, мен көлік алдым, мен үй алдым. Тамақ жеп отырмын, дастарханым, тағы басқа. Не деген артта қалғандық, не деген ақымақтық. Бұны нағыз бай адамдар көрсе, өте енді таң қалады ғой, енді таң қалады. Не деген ақымақ халық, не деген ақымақ адамдар деп. Несіне мақтанады деп, кредит алып, оған алған нәрсесін мақтанып әлеуметтік желіге салып жатыр деген сұмдық нәрсе енді шын айтқанда. Қысқасын айтқанда, қазақтың, біздің қара көздеріміздің кедей болып, жоқшылықта, кедейшілікте, мұқтаж болып, мүсәпір болып, бейшара болып өмір сүруінің ең басты себептерінің бірі, ең ауыр себептерінің бірі, ең қауіпті себептердің бірі бұл қарызға өмір сүру. Енді мынандай біздің халыққа жаңағыда сөзге ілік іздеп аяқтан шалуға шебер ғой. Мынадай деп жазып жатады. Енді қалай кредит болмаса қалай күн көреміз деп қояды да. Енді қараңыздар. Осыған нақты екінші айтылмас үшін осындай аргумент. Нақты екі мәселені, екі нәрсені анық келтірейік. Осы өмірден. Кітаптан емес, кинодан емес, осы өмірден. Бірінші, басқа ұлттар. Біздің елдегі, біздің көршілеріміз. Қаншама, мысалы мен көрген жоқпын ломбардтың алдында басқа ұлттар тұрғанын. Мен көрген жоқпын банктың алдында басқа ұлттар кредит алып жатқанын. Мен көрдім олардың депозитке ақша салып, одан дивиденд алып жатқанын көрдім. Нақты міне, пенсионеріне шейін, жасы да кәрісі де, оны көрдім. Мен өте басқа ұлттар көп тұратын жерде тұрамын. Тек қана депозитке салады, содан дивиденд алып, оны көрдім. Күнде көремін оны. Бірақ кредит алып жатқандар кілең бірыңғай қазақтар. Аш шындық бұл. Бірінші нақты мысалы, өмір сүріп жатыр ғой олар. Өте жақсы өмір сүріп жатыр. Айтып отырмын ғой, қарыз алмақты ол қайта олар депозитке салып қойып дивиденд алып отыр. 10 миллионнан мысалы 150 мыңдай ақша алады. 150 мың деген бір қарапайым қазақтың айлығы ғой, жалақысы ғой. Бір ай еңбектеніп алатын жалақысы ғой. Қарапайым мысалы. Екінші факты. Енді сол кредит алған адам тегін алмайды ғой, тегін беріп жатқан жоқ қой бағыт. Оған ол ақшаны қайтартады біріншіден. Екіншіден оның үстіне аямай жаңа процентін қосып қайтартады. Оның үстіне жаңа пенсияларын кешіктірген үшін тағы басқа. Рас па? Рас. Тегін беріп жатқан жоқ қой. Енді несіне оның жанталасып соған ұмтыла береді оған. Тегін беріп жатқан жоқ қой ол. Бәрібір ақшасын төлеп жатыр. Енді солай болғаннан кейін өз ақшасына көрпеңе қарап көсіліп, өз айлығына, өз ақшасына өмір сүруге болмайын ба сонда? Аналардан үлгі алып, ең болмаса. Соншалықты енді, соған қарапайым солардың істегеніне жете алмаймыз ба? Мейлі ол техничкісі болсын, мейлі ол даяр кісі болсын, мейлі ол тракторисі болсын, таксисі болсын, басқасы болсын. Солардан үйрене алмаймыз ба? Солардың істегенін істей алмаймыз ба? Қарызсыз өмір сүріп жатыр ғой олар. Айтып отырмын ғой, қайталап айтайын. Бірнеше көліктері бар, бірнеше пәтерлері бар, біздің қара көздерге жалға беріп отқан. Бірнеше ресторандары, бірнеше бизнестері бар. Балаларында, немерелерінде, өздерінде де. Рас па рас? Енді бұған кім қарсы әңгіме айта алады енді?